Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай қуырылған фрикаделька жасайтын боламыз. Дәмі өте ерекше, дәмді болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте қарапайым, бір жасағаннан шығады. Ендеше кеттік. Бізге фаршымыз осындай постный орысша, яғни майы аз. Және жұмыртқа, дәміне қарай тұз, крахмал, қара бұрыш, бадьян және нанды суға жібітіп қойдым. Достар, менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мен үшін өте маңызды, сіздерге жаңадан шыққан видеоны көрсетіп тұрады. Енді нанымызды жақсылап езгілеп, осы етке қосатын боламыз фаршқа. Бұл жерде маған жолдасым көмектесті. Жұмыртқаны жарамыз және дәміне қарай тұз қосамыз. Крахмал, қара бұрыш, бадьянды қосатын боламыз. Толық құрамын мен описание бөліміне жазып кететін боламын. Бізде адам көп болғандықтан кішкене көбірек жасап жатырмын. Сіздер бұдан аз алып жасасаңыздар болады. Барлық затты қосып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Тұзды, достар, дәміне қарай қосасыздар, тағы да ескертемін. Енді барлығын жақсылап араластырып, әбден ұрғылаймыз. Сол кезде бізде негізінде котлета жасағанда жақсылап ұрғылау керек. Сол кезде котлетамыз жақсы шығады, формасы. Жақсылап ұрғылап болғаннан кейін, енді осыдан фрикаделька жасаймыз. Барлығын бірдей көлемде осылай домалақтап шығатын боламыз. Біреу үлкен, біреу кішкентай болмау керек. Міндетті түрде бір көлемде болу керек. Міне, мен осындай көлем алдым. Барлығын осылай жасап шықтым. Енді осыны қуыратын боламыз. Фрикаделькиді қуырғанға майды кішкене қазанға көбірек құйып, астын қосамыз. Қатты қызу керек міндетті түрде. Одан кейін фрикаделькиді аз-аз мөлшерден салып, қуырып алатын боламыз. Майымыз қатты қызған. Міне, енді осыны араластыра отыра қуырып аламыз. 3-4 минуттай қуырып аламыз. Осылай араластыра отыра. Қолдарыңызды күйдіріп алмаңыздар салып жатқан кезде. Барлық фрикаделькиді осылай қуырып, бөлек ыдысқа салып аламыз. Достар, май көп кетеді екен деп қорықпаңыздар. Артылған майды банкаға салып, келесі тамаққа пайдалансаңыздар болады. Және достар, менің каналымда көптеген қарапайым тағамдардың түрлері бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Бір жасағаннан шығады оңай тағамдардың түрлері. Кіріп, тіркеліп қойсаңыздар болады. Мен үшін өте маңызды. Және сіздерге жаңадан шыққан видеоны көрсетіп тұрады. Қоңыраушаны бассаңыздар. Барлық фрикаделькиді бір қалыпты етіп осылай қуырып алатын боламыз. Міне біздікі дайын. Келесіде енді бұрышты тазалап, осылай турап алдым, дәу-дәу қылып. Енді осы қызып тұрған сұйық майға 1 минут болмай осылай араластыра қуырып аламыз. Бұрышымыз кішкене тірі болу керек. Осылай қуырып алғаннан кейін қайтадан тарелкасына салатын боламыз. Одан кейін сұйық майымызды босатып аламыз, банкаға құйып, аз ғана көлемін қалдырып қоямыз. Міне босатып алдым, енді астына кішкене ғана сұйық май қалдырдым. Үстіне пиязымызды салып қуырамыз және томатымызды қосамыз. Қосып, жақсылап қуырып аламыз. Жақсылап қуырып алғаннан кейін томат пен пиязымызды. Оның үстінде менде морозильникте жанду болды. Сол жандудан қосып жердім. Егер сіздерде жанду жоқ болса, қоспай қойсаңыздар болады. Жақсылап араластырып қуырып алғаннан кейін осы бұрышымызды қайтадан қосып, қуырып аламыз. Осылай қуыра отыра, осының үстіне приправаларымызды қосып, жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Барлығын осылай араластыра отырып, дәміне қарай тұз қосамыз. Араластырып қуырып аламыз.
және мен үстіне сарымсақ қосатын боламыз. Сарымсақты да қосып, жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне бір ас қасық соевый соус қосатын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін, енді осының үстіне жаңағы қуырылған фрикаделькемізді саламыз. Барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Барлығын осылай жақсылап араластырып шығамыз. Үстіне мен кішкене азғана су құйдым. Жылы су. Сөйтіп араластырып, бетін жаптым, астын өшірдім. Дайын. Достар, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мен үшін өте маңызды. Міне дайын. Міне тарелкаға салдық. Қасына мен күрішпен ұсындым. Сіздер күріштің орнына пюре немесе макарон, гречка қойсаңыздар болады. Жасап көріңіздер, ас болсын, дәмді болып шығады.